I wish I found some chords in an order that is new. Wish I didn't have to rhyme every time. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time. Біздің Қазақстанның Гарварды ол езду деп сеніммен айта аламын. Қазір біраз сәттерден кейін біздің диплом табыстау кешіміз басталады. Біз әлі күтіп отырмыз, мантиямызды киіп алдық. Сондай, қазір сіздерге примерно залдың атмосферасы қандай екенін көрсетемін. Достар, бізде вручение. Бұл менің группаласым Дана, Нигара. Я видео снимаю. Кураторым Бақтияр ағай. Бізде қазір осындай атмосфера болып жатыр. Ерекше Бека, привет. Сенің группаласың Бека қарамайды бірақ. Привет, ютубқа салынады. ютубқа жазып қойыңдар. Кстати, мына жақта SDOL Social Science деген тілек жазатын жерлер бар екен. Ұйымдастырған, яғни әрбір тілек бітірген өздерінің тілектерін жазады. Қараңыздар. Мына жақта мен бармын, ғарыш аспан деп тұр. Мен ата-анам отыр, анау жақта. Барлығына сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін маусым айының 25-і, менің универ бітіруіме 3 күн қалды. Мен бұл сәтті өте қатты күттім, және осы сәтті еске қалдыру үшін, ютубта қалу үшін мен влог түсіруді шештім. Яғни бірнеше күн бұрын бастап жатырмын. Қазір мен университеттен шықтым. Бүгін мені деканат шақырған болатын. Содан кейін қазір салонға кіремін. Маникюр және педикюр, шугаринг деген дүниелерді ертерек аяқтауым керек. Сондай жалпы бұл менің өмірімдегі ең ұзақ YouTube влог болайын деп тұр, қызықты влог болайын деп тұр. Так что қараңыздар, өйткені мен YouTube влогымды SDU туралы айтумен бастаған болатын. Енді міне көз алдарыңызда аяқтап жатырмын университетті. Солай. Салонға кірмес бұрын түскі ас ішейін деп жатырмын. Өзімнің студенттік шағым өткен Tea Time деген кафедемін. Осындай дәмді бургер заказ бердім. Бұл жақтың бургерлері супер-пупер дәмді. Маған ас болсын. Солай әдемі болып, осылай салонға келдім. Әдейі сіздер үшін аутфитімді түсіріп алған болатынмын. Осындай нежный көйлек және керемет туфли. Маған салонда өте комфортты, керемет жағдай жасады. Аяғымды осылай ыстық суға салып қойып, және тырнағымды да жасай берді. Бір уақытта экспресс услуга деген дүниені алыңыздар, өте тиімді екен. Қазір видеоның соңында тырнағымның қалай шыққанын сіздерге көрсететін боламын. Менің маникюрім осындай болып шықты. Френч, как я хотела, из Пинтереста. Просто красота. Педикюр надо. Достар, сәлем. Бүгін 26-сы. Менің университет бітіруіме 2 күн қалды. Өкінішке орай кішкене көңіл-күйім жоқ. Өйткені менің бүгін ата-анам келу керек болған сағат 4-те. Бірақ та өкінішке орай поезд кешігіп жатыр, және соның кесірінен 10 сағатқа кешігеді екен. Енді білмеймін, ұзақ күтіп отырмын, барлығын дайындап деген сияқты. Қатты сағындым ата-анамды, бірақ сол келетін уақыт болмай жатыр да. Сондықтан да енді барынша күтіп отырмын. Қазір осындай жердемін, әдемі местечкода тамақ ішіп, мен таңертеңнен бері түскі асымды, таңғы асымды ішпедім. Сондықтан да енді дальше ең қызықты видеолар, ең қызықты влогтар енді басталатын болады. Так что менімен бірге болыңыздар. Мамаларды күтіп жүргенге қанша сағат болды? Сағат 4-тен бері күтіп жүрмін. Әлі сол. Қазір тамақ әзірлеп жатқам, соған продукт алуға кетіп бара жатырмын. Ата-анам үйге келгенше осындай дәмді әрі әдемі дастархан жайып қойдым. Өзімнің қолымнан келетін барлық нәрсені жасауға тырыстым. Енді мына жерде көріп тұрғандарыңыздай өте шағын әдемі үстел. Одан кейін менің сүйікті баклажан қосылған салатымды дайындадым. Кейін терезеден осындай алмадың әдемі үйдің түсіріп алғым келді. Себебі бізде закат өте әдемі болып тұрды, шыны керек. Аман есен үйге мама папам келді, бауырларыммен менің қуанышты сәтімді осындай шағын видеоға түсіріп алдым. Кейін мамаға ұялы телефонымды сыйлап, тосынсый жасаған болатынмын. Өйткені маманың телефоны қазіргі таңда жоқ, оған жаңасын сатып алып бердім.
Всем привет, ребята, қайырлы кеш. Бүгін 27-сі, мен университет бітіруіме максимально бір күн қалды. Қазір түн уже 28-не ауысты. Бұйырса ертеңге дайындық үстіндеміз. Ұйықтаған жоқ, ұйқым келмей жатыр, қуанып жатырмын. Арты шашылып жатыр, мән бермейміз. Менің көйлегім. Как вам мое платье? На жерлерін қыртыстарын тетейміз қазір. У меня будет белое платье, потом туфельки. Сейчас вам покажу. Менің әдемі туфлиларым Оралдан келіп қалды. Менің қатты күткен. Менің аяғым білмейтін болсаңыздар 34-ші размер. Және мен Золушканың туфлиін киемін. Және менің туфлиім нағыз Синдерелланың туфлиі. Да-да! Как вам, ребята? Это туфли по джинучу жасалған. Осындай болып тұрады. Аяққа қазір киіп көрсетемін. Қазір киіп көрсетемін видеоға. Так, қазір. Та-дам! Осылай болып жылтырап тұрады. Бәріне сәлем, бүгін наконец-то 28-і менің выпускной ойымның күні, яғни менің университет бітіруім graduation. Қазір осы коллекцияларым, туфлиларым, такси күтіп отырмын, салонға бара жатырмын, қаскелеңге, шашым ипа-типа. Бетімде ешқандай майк жоқ. Өзім мен маска сатып алдым. Тканевый, чтобы бетімді увлажнять ету үшін барғанда. Қазір қаскелеңге дейін біраз уақыт, сондықтан ерте шықтым. Қазір сағат таңғы 7:30. Сәлем достар, бүгін міне 28-і менің graduation'ым уақыты. Үстімде мантия, жақта фуршет жасаған, енді факультеттің белсенділері өте күшті. Қазір мен сіздерге примерно фудкортты көрсетем, одан кейін баннерді көрсетем. Бізде өте күшті атмосфера, өте жоғары деңгейде. Қазір барлығын қарап отырыңыздар. Қазір бірер сәттерден кейін диплом алу сәті басталады біздерде. Кажется, математикамыз киіп алдым. Атмосфера осындай болып жатыр. Адам деген көп өте. Барлығы алыс аймақтан келген. Аймақтық бір университет, региональный бір университет деп. Осы 4 жылдың ішінде СДУ-дың статусы мынаған өзгерді. Алматы облысындағы жалғыз университетке айналды. Себебін бәріңіз білесіздер. Қолыңыздар, енді сіздерге қайсарлық мінез керек. Сол мінезбен сіздер үлкен елімізді, отанымызды үлкен белестерге бастайсыздар деген біз оқытушылар ретінде. СДУ мен үшін жай университет емес. Менің ойымша, біздің Қазақстанның Гарварды ол СДУ деп сеніммен айта аламын. Мен және менің достарым СДУ-да өздерін тұлға ретінде қалыптастырды. Өздеріне жақсы білім емес, сонымен қатар жақсы орта тапты. Қасем! Аңсадым жоғарыны, аңсадым биіктерді, ойлаған арманымды алдыма үйіп берді. Биіктік ол, жақындарың ең әуелі, есейді райымның әуені. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер. Бізде
демалудан кейін отырыз группамен. Группа, группа болу керек. Ол жерде не обязательно общаться. Просто бек болатын бүкіл Это наш куратор. өздеріңіздің туған күндері болады. Бек болатын задача. Это наш торт. Камик, что тұрмай қыздар? John алып келді. У нас такой панорамный вид. Вот здесь Коктебе. Так, сейчас не видно прям, что көрініп тұрған жоқ. Еще тут живая музыка. Видите? У нас группа шпион ойнап жатыр. Was stressed out.